Меренговый рулетті дайындау үшін ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ақуыздың үстіне шым-шым тұз салып, көпіргенше миксермен араластырамыз. Секерді аз-аздан қосып отырып миксерлейміз. Одан соң уксус қосып миксерлеп аламыз. Ең соңында крахмал қосып формасын ұстағанша миксерлейміз. Дайын массамызды противенге құйып, тегістеп пешке салып пісіріп аламыз. Рулетіміз піскенше кремін дайындаймыз. Творожный сырға сахарная пудраны қосып араластырамыз. Одан соң салқын сливки қосып, креміміз құйылғанғанша миксерлейміз. Рулетіміз суығаннан соң ғана кремді жағып шығамыз. Кремді жағып болған соң рулетімізді ораймыз. Қалған креммен рулеттің бетін әсемдейміз. Осымен біздің меренговый рулетіміз дайын.